Халықтың кемеліне келіп, өркендеп өсуі үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет. Білімді елдің болашағы жарқын болмақ. Тәуелсіздік жылдарындағы еліміздегі білім сапасының артуына жол ашқан негізгі шешімнің бірі білім берудің ең заманауи, инновациялық, көп тілді моделін қалыптастыру идеясы болды. Осы орайда 2008 жылы талантты балалармен жұмыс істеуге арналған бірегей жоба Назарбаев зияткерлік мектептері дүниеге келді. Алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибені пайдалана отырып, бұл мектептер түлектерін үздік қазақстандық және халықаралық жоғары оқу орындарында білімін жалғастыруға дайындауда. Республикамыздың 21 аймағында Назарбаев зияткерлік мектептер желісі жұмыс істеп келеді. Айтулы білім ордасының бірі Павлодар қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. 2010 жылдардан басталған құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізіліп, жаңа оқу жылына қызу дайындық басталды. Заманауи мектепке деген қызығушылықпен 2000-нан астам үміткер конкурске қатысып, оның 700-ден астамы өркен білім беру грантына ие болды. Осылайша Ертіс Баян өңірінде 2013 жылдың 27 тамызы күні дарынды оқушылар үшін химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі өз есігін айқара ашты. Білім берудегі жоғары сапа мен көшбасшылықты арттырып, үздік қазақстандық дәстүрлерді халықаралық тәжірибе мен практиканы үйлестіретін мамандар шоғыры қалыптаса бастады. Кәсіби білімді арттыру үшін мұғалімдер Ұлыбритания, Америка құрама штаттары, Оңтүстік Корея, Біріккен Араб Әмірлігі, Германия, Сингапур елдерінде тағылымдамадан өтті. Кемел білімге бағыт алған білім ордасында сапалы сабақтар, білім шыңына жетелейтін олимпиадалық топтар, зерттеу дағдысын дамытушы ғылыми жобалар, көкжиегіңді кеңейтер шет тілдері курстары оқушылардың игілігіне жұмыс істей бастады. Ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы. Оқушылардың елге деген сүйіспеншілігін арттыруда туған елге тағзым, қоғамға қызмет ет, ақылды бейсенбі, ұлы дала ақындары секілді сүбелі жобалар өткізіліп, шығармашылық пен эстетикалық талғамды қалыптастыратын танымдық үйірмелер, физикалық әл-ауқатын арттыруға бағытталған түрлі спорттық секцияларды ұйымдастыру дәстүрге айналған. Серпінді білім беру бағдарламаларының бастамашысы бола білген зияткерлік білім ордасы өзінің үздік тәжірибесін жалпы орта білім беру мектептеріне тарата бастады. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының сол кездегі төрайымы Күләш Ноғатайқызы Шамшидинова Павлодар облысы әкімдігі мен аймақтың педагогтеріне кәсіби қолдау көрсету мақсатында меморандумға қол қойды. Бұл жалпы мемлекеттік жаңартылған білім беру мазмұнымен ұштасты. Алғашқы пилот мектептерінің қатарына нөмір 1 Майқайын және Павлодар қаласындағы нөмір 39 мектебі кірсе, бақылау мектебі қатарына нөмір 2 Майқайын білім ордасы таңдалды. Бұл дәстүр жалғасын тауып, бүгінде 4 аудандық тірек мектептері қатарымен толықты. Сонымен қатар, серіктес мектептер жобасы аясында 5 қазақстандық, Нидерланды, Қытай, Испания, Үндістан, Тайвань, Израиль сияқты елдердегі 18 халықаралық мектеп, басқа да 4 халықаралық білім беру орталықтары және университеттерімен тығыз байланыс орнатылған. 2018 жылы Павлодар қаласының Назарбаев зияткерлік мектебі халықаралық мектептер кеңесінің CIS халықаралық аккредитациясын алды. 2019 жылы оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен мәселелерді креативті түрде шешу дағдыларын дамыту мақсатында республикалық World Robotic Olympiad өткізілді. Осы жарыс Қазақстан Республикасы президентінің Павлодар облысына жасаған іс-сапармен тұспа-тұс келді. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев білім ордасына келіп, мектеп тынысымен танысып, оқушылармен сұхбат құрды. Осы жылдар ішінде мектеп ұжымы білім, өнер, спорт салалары бойынша үлкен жетістіктерге қол жеткізді. Республикалық және Назарбаев зияткерлік мектептер желісінде бірнеше рет ең үздік олимпиадалық мектеп атағына ие болды. Республикадағы 100 ең үздік олимпиадалық мектептер рейтингінде Павлодар Назарбаев зияткерлік мектебі елдегі ең үздік олимпиада командаларының алғашқы ондығына кіреді. 10 жыл ішінде мектеп оқушылары
400-ден астам халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері атанды. Спорт бағытында да айтулы жеңістерге жетіп, 2019 жылы желілік мектептер арасында бірінші орынға табан тіреді. 10 жыл ішінде мектептен 900-ге жуық оқушы түлеп ұшты. Олар еліміздің беделді жоғары оқу орындары мен Америка құрама штаттары, Италия, Испания, Оңтүстік Корея, Венгрия, Гонконг, Абу-Даби, Каир, Ресей Федерациясындағы университеттерде, сондай-ақ жоғары сапалы білім беру жүйесімен ерекшеленетін Шырмауық лигасына енетін университетте және халықаралық QS 100 рейтингісіне енетін университетте білім алуды жалғастырып жатыр. Жас өркендеріміз білімнің көгінде жарқырап, мектебіміз ғылымның төрінен көріне берсін.